Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен қазақтың ұлттық тағамы әсіп жасайтын боламын. Әсіп моншақ жасайтын. Алдымен керекті заттардың бәрін жуып тазалап алдым. Әсіп жасау үшін мен жас малдың бүйрек майымен жүрегін алдым, бауыр алдым, және жылқының бүйрегін, жүрегін, өкпесін алдым. Мен осылардың бәрін ет тартқыштан өткіземін. Өкпені, мынау жылқының өкпесі, бұның бәрін қоспаймын, жартысын қосамын, қойдың, жылқының өкпесінің жартысын қосамын. Шектің бәрін тазалап алдым, сарымсақ алдым, пияз алдым, қара бұрыш, тұз және күріш. Мен бір бас сарымсақ алдым, 4-5 пияз алып қоссаңыздар болады. 200 грамм күрішті үстіне ыстық су құйып, кішкене бұқтырып қойып қоямын. Жартылай піскенше. Ет тартқыштан барлық өкпе бауырдың бәрін өткізіп алдым осылай. Жақсылап араластырамын. Енді осының үстіне күрішті саламын. Оны да жақсылап араластырып, үстіне дәмдеуіштерді қосамын. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамын. Енді осының үстіне 300 мл су құямын. Салқын су, барлығын жақсылап араластырамын. Барлығын жақсылап араластырып алдым. Осындай сұйық болу керек. Енді маған аузы кең баклажка дайындап аламын. Воронканың орнына мына осындай шектің басына осыны салып, шектің ішіне осы фаршты саламын. Қатты тығыздамаймыз, шегіміз. Мен қойдың бүйенін алдым, ашты шегін алған жоқпын. Осылай бос болу керек. Ішіне салған кезде қатты тығыздамаймыз. Енді осыларды жіппен моншақ тәрізді қылып байлаймын. Екінші бүйенді де осылай толтырып алдым. Қатты тығыздаған жоқпын. Осындай бос болу керек. Суға қайнатқан кезде күрішіміз пісіп, ол тығыздалады. Міне барлығын осындай моншақ тәрізді қылып буып алдым. Байлап. Енді осыны кастрөлге су құйып қайнатамын. Суым қайнады. Қайнап шыққаннан бастап есептейміз 25-30 минут қайнатамын. Әсіпті. Мінекей әсібім пісті 30 минутта. дайын болды. Осындай болады.
Енді кішкене суығаннан кейін кесіп көрсетемін. Тез әрі оңай. Барлығын алдын ала дайындап алсаңыз, барлығы оңай жасалынады. Жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Міне суыды, әсіп. Дастарханға да кесіп қойсаңыз, дастарханыңыздың сәнін келтіретін болады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осындай дәмді, әсіпті үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Алда тағы да жақсы видео ұнаса, маған тіркеліп, пікір қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.